тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында өткізіліп отырған тәуелсіздік біздер үшін ғажап құт атты облыстық жас ақындар айтысына қош келдіңіздер. Тәуелсіздік біздер үшін ғажап құт, ғажап құтқа шермейдетті мазақ төп. Бөрі мінез бабалардың арманы, айналайын алтын қанат азаттық деп, ақындар жырға қосқандай, тәуелсіздігіміздің маңызы біздер үшін ерекше. Арайланып, шуақ шашар таң күліп, бақыт жолы жатыр алда жаңғырып, бағзылардан аңсап жеткен еркіндік, ұлы дала елі үшін мәңгілік деп, Ерлан ақын жырлағандай тәуелсіздік мәңгілік болсын. Еліміздің егемендігінің 30 жылдығы құтты болсын. Сөз бәйгесіне біздің ауданның намысын қорғап 3 ақын қатыспақшы. Ақындарымызға ауданымыз үлкен үміт артып отыр. Бүгінгі сөз бәйгесіне келген ақындардың ешқайсысы осал емес. Ақындардың көмегінен әсем өлең, жақсы жыр төгіледі деген ниеттеміз. Бүгінгі тәуелсіздік біздер үшін ғажап құт атты облыстық жас ақындар сайысына келіп отырған құрметті қонақтарымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аудандық білім бөлімінің әдіскері Тоқшылықова Ақтолқын Каналбекқызы. Нұр Отан партиясы Қармақшы аудандық филиалының төрағасы Боханов Дастан Әбдібекұлы. Аудандық оқушылар үйінің әдіскері Әбдіреева Айгүл апай. Аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Смағұлов Самат ағай. Тайымбек Көмекбаев атындағы нөмірі 250 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Нақыпова Ақшаман Өмірбекқызы. Бүгінгі додамыздың әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрағасы, ақын, білікті ұстаз Нәзікбаев Дастан Мырзабекұлы. Қазылар алқасының мүшесі, аудандық білім бөлімінің әдіскері Тоқшылықова Ақтолқын Каналбекқызы. Қазылар алқасы мүшесі, аудандық жастар ресурстық орталығының директоры, әдіскер ақын, жас ақындардың ұстазы Әділбек Сырым Смайылұлы. Үсен Тұманов атындағы номері 183 орта мектебінің қазақ тілі және қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Таширова Жадыра. Түбірлі доданың шымылдығын түріп беру үшін сөз нөмір 250 мектеп-лицейінің директоры Мұнарбаева Гүлжаһан Жұмағалиқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті оқушылар, ұстаздар. Бүгін біздің 200-ші мектептің аясында тәуелсіздік біздер үшін ғажап құт жас облыстық ақындар айтысын өткізгелі отырмыз. Ақындар айтысын ашық деп жариялаймын. Жалпы тәуелсіздік тегін келген жоқ. Тәуелсіздік егемендікті біз оңайлықпен алған жоқпыз. Сондықтан да біздің қазіргі өсіп жатырған жас ұрпағымыз тәуелсіздік дегеніміз не, егемендік дегеніміз ол не дегенді білсін, түсінсін, үйренсін, өз осы қолымыз жеткен тәуелсіздікті жырға қоссын, оны осы залда отырған біздің оқушыларымыз тыңдасын, жүрегіне тоқсын деген мақсатпен өткізіп отырмыз. Сондықтан бүгінгі осы сайысқа келіп отырған сайыскерлерімізге, әдіскерлерімізге сәттілік тілейміз қадамдарына. Осы сонау Жаңақорғаннан Қызылорда қаласы бар келіп отырған, осы әдіскер балалардың баптап дайындаған келіп отырған жетекшілеріне өз атымнан, мектептің әкімшілігінің атынан рахметімді айтамын. Бұл жаңа бір мектептің ұйымдастырып жатырған шағын айтысы демей, уақыттарыңызды, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы бар осы залда отырған біздің осы 250-ші мектептің оқушылары, сондықтан құрметті оқушылар, зейін қойып тыңдап, жаңағы өздеріңіз әрқайсыларыңыз сараптап, қолда барлық қатысушыларға қолдау, қошемет көрсетіп отырыңыздар дейін, барлық ақындарға сәттілік. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деп хәкім Абай жырлағандай, өлең құдіретті сөз, киелі өнер. Өлеңнің шоқтығы ежелден, қара сөзден
биік болған. Олай болса, ауданымыздан шыққан ақындардың өлеңдерін оқу үшін мектебіміздің өнерлі оқушысы Серікбай Ақнұрды ортаға шақырамын. Қабыл алыңыздар. Мектебіміздің көшбасшысы жас ақын Орынбасар Фердәулеттің арнауы. Қайрат Рысқұлбеков осы заманда болса. Тәуелсіздік бір елдің ғажаптың, өзіңсіз біз көбін көрдік азаптың. Тіреп тұрған тірегісің алаштың, теңдесі жоқ, бағысын ғой қазақтың. Мен талай рет қиналдым да тарықтым, жұртымыздың барлығынан зарықтым. Егеменді орнаған соң жеріме, байқап жүрмін мұңсыздығын халықтың. Мемлекеті көп адамды таң қылған, құқықтарын қорғайтұғын заң құрған. Оралмасқа кетті кеңес одағы, көзімді жас кең даламда қамтылған. Ленин, Колбин тарихымды жасырған, берекемді, ырысымды қашырған. Бейбіт күнге жету үшін менімен талай ұл қыз азаттыққа басырған. Шежіремді айтып жатыр тастарым, сен келгелі болған емес қастарым. Ұлықтайды, ұмытпайды атымды, бұл күндері қайраттанған жастарым. Танымал ақын Дастан Нәзіпбаев ағамыздың өлеңін мәнерлеп оқу үшін ортаға Жақсылықова Мерейді шақырамын. Қабыл алыңыздар. Тәуелсіздік таңы. Тарих ашсам, серпіп бір көк көрпеңді. Шындық таста серпіп. Тарих ашсам, серпіп бір көк көрпеңді. Шындық таста серпіп. Мектебіміздің шәкірті танымал ақын, аудандық жастар ресурстық орталығының директоры Сырым Әлменов ағамыздың тәуелсіздік қиялының қанаты өлеңін мәнерлеп оқу үшін Мұхтарұлы Әбілмансұрды сахна төріне шақырамыз. Тәуелсіз елім тұғырым сенің биікте, ораның талай отаным менің күйікке, қаншамадан қыршын қиылып жасынан, өшпейді мәңгі таңбал шалды шын сүйекке. Қазағым менің қиындықтарға шыдадың, өзіңе ғана арналаттың жыраным, нығмет етіп Алла ғана бас иіп, қақ төбенен нұрым шашып тұрамын. Ербол мен қайрат ер жігіттердің нышаны, отанның ыстық өздеріңе деген құшағы, тәуелсіздікті алып берді жан қиып, көк аспанда қыран құстанба ұшады. Аттары мәңгі өшпейді қалықтар жүреді жүрер еңбектерді ақындар, тәуелсіздікті алып берген ағаларды әрине жырындарына мадақтауға да қақым бар. 20 жылдай болып қалды тәуелсіздік алғанға, талай жылдан күтіп жүрген қол жеткіздік арманға. Елім тыныш бейбіт өмір кешуде, бұл ғаламда бақытты менен асқан жан бар ма? Ризалығымды білдіремін мына барша қазаққа, елім менің түспес екен тірі азапқа. Татулық етіп қазір міне өмір сүріп келеміз, елбасымыз айналдырды қазақ жерін жұмаққа. Тәуелсіздік жасай берсін мәңгілік, қазақ аты шыға берсін жаңғырып. Бәйтеректің бейбітшілік бұратып, бейбіт қанат қағатты сан құрып. Алладан міндет қылып досымызға, шүкірлік кешкен жанбыз асымызға. Тәуелсіз 20 жылдық тойы болып жатыр, қос түгел келіп қалдық қасыңызға. Қорқытпаға соққан қолдан шабыт алып, өлеңнен нәр сыйладым халқымызға. Қазақ болып өмірге келгеннен соң ешкім де қарсы тұрмас жолымызға.